Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Оқу жылының аяқталуына байланысты қазір арнайы сынып жетекшілерге өздерінің сыныптарындағы сынып оқушыларының табелдерін шығарып алып, бекіту әрекеттерін қалай орындалатынын көрсетіп өтетін боламын білім класста. Енді жалпы терезе осылай ашық тұрады сынып жетекшілерге. Енді жоғарыда бас мәзірге өтесіздер. Бас мәзірге өткен кезде білім класс, мұғалімге деген тұрады. Мұғалімгенің ішінде оқушылар және сыныптар деген бөлімге өтесіздер. Сол жерде өзі сыныбы тұрады, сынып жетекшінің. Сосын толығырақ бөлімде стрелканы басып, сыныптың ішіне кіреді. Сол жерде жалпы оқушылар тізімін көреді. Сосын әр оқушының тұсына барған кезде толығырақ деген бөлім тұрады, көріп тұрғандарыңыздай. Толығырақ. Яғни толығырақ стрелкасы, сосын әр оқушы, 24 оқушы болса, 24 оқушыға жеке-жеке кіресіздер. Мен қазір бір оқушының әрекетін көрсетіп өтейін. Міне стрелканы бастым. Сол оқушының бет ашылды терезесі. Бұл жерде әрекеттер көріп тұрсыз, оқушы туралы мәліметтер, барлығы дұрыс екенін көз жеткізіңіздер. Содан кейін мына жоғарыда қазір табель шығаруды ғана көрсетейін. Анықтаманы жүктеп алу, бұл осы мектепте оқыған туралы анықтама, бұл бізге қажет емес, кеткен оқушыға бересіздер. Бізге табельді жүктеп алу қажет. Табельді жүктеу, қазақша жүктеу батырмасын басасыздар. Табельді жүктеу, мына жерде көріп өтіңіздер. Мектептің атауы толық болу керек. Сынып жетекші барлығы көрсетілген, барлығы талапқа сай. Табельді жүктеу батырмасын басасыздар. Табель жүктелді, бөлімге өтті. Төменде загрузка бөлімде, загрузка бөлімге кірсеңіздер, міне загрузка бөлімге кірсеңіздер, осы жерде тұрады. Енді табельді ашып көрсетейін. Табельдің толық беті барлығы дұрыс. Мектептікі қарап көріңіздер. Оқу ағарту министрлігі табель нөмірі дегенге табель нөмірін қатшыдан аласыздар. Қатшыда тұр. Яғни алфавиттік номер, журнал, табельдің номер барлығын осы жерге түсіріп аласыздар. Сұрап түсіресіздер. Так, толық көрініп тұр. Енді төменге өтесіздер. Төменге өткен екен, толық пәндер енгізілген ба? Қараңыздар, толық бағалар толық қорытылып біткен ба? Соның барлығына толық көз жеткізіп алыңыздар. Содан кейін төменде педагогикалық кеңестің шешімін, педагогикалық кеңестің шешімімен келесі оқу жылына көшірілсін деген бұйрығымен күнін жазып, келесі жылға көшірілу әрекетін жасайсыздар. Сосын мектеп директоры және сынып жетекшісі қол қойып, мөрмен бекітесіздер. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Табель шығару әрекеті осылай.